Мына бисмилла, ассаламу алейкум. Айтпақша сіздерге назаметке айтып кетейін. Бұл кісі менің әкем. Осы кәсіпті бастайын деп жатқан кезде, ой, әкең бұл шылау үшін деген не болды деп маған ұрсып жүрген адамдардың бірі тұғын. Бірақ қазір Аллаға шүкір, осы істе маған көмектеседі, қолғабыс етеді. Алла берекесін берсін деп бізді қамшылап дұға етіп отырады бізге қазір. Ана шылаушылардың суын қара, басқасын қара, жақсылап қара деп ше. Себебі осы кәсіппен Алла қаласа біз өзіміздің әке-шешемізге арнап үй салып жатырмыз. Құдай қаласа осы кәсіпті қосымша кәсіп ретінде баршаңызға бастауға кеңес береміз. Бақыт ағамыз бір квадрат шылаушыны алып отыр. Құдай қаласа бисмилла деп бастап Алла берекесін берсін дейміз. Қазір үйіне барып жақсылап орнатып жайғастырып беретін боламыз. Кімде-кім осы бизнеске қызықса, уақыттан ұтылмай ертерек бастаңыздар. Құдай қаласа мына осы жерін салып бердік. Жақсы жерден. Үйіне барып қазір орналастырып беретін боламыз. Мына Бақыт ағамыздың үйінде келдік. Қазір мына 1 квадрат шылаушанын орналастырайын деп жатырмыз. Осы нәрсені түсіну үшін осы кәсіппен айналысатын бауырлардың өзіне осылай түсіндіріп айтып тұрамыз. Осылай ашылады, оқ арқылы ашылады. Сонымен 5 қапты осыған тастайды қазір. Бақыт ағамның несі кішкене қалыңдау болған екен. Жаз айына еген. Жаз айына біз 20-25 қылуымыз керек. Себебі 25 градустан асырмауымыз керек бұның температурасын ше. Сол себепті тағы қазаймыз. Өйткені қазір сіз мынаған ше, ар жақтың көгін тастайсыз бетіне ше. Мынаны жұқартуымыз керек те біз. Шылаушын тастап көрдік, жерсінде кіріп жатыр ішіне қарай. Бақыт ағам жақсылап жуған. Сосын жаңбырдың астында жатқан бұл еще. Мынау қалың болған себепті біз мына жаққа дейін созамыз. Сөйтіп квадраты көбейеді бұл жердің. Негізі 10 квадраттан көбейген себепті Бақыт ағам өзі 3 квадрат аламын деп нетеді отыр. 450 мыңға. Сол жетпеген жеріне тағы әкеп қосады. Шылаушында. Құдай қаласа. Бұны үйсіп қаза беріңіз. Әдем. Бисмилла, ассаламу алейкум. Бақыт ағамыз үйіне келдік. Opel'дің привозной запчастарын сатумен айналысады. Осы кәсібіне қоса, осы шылаушының кәсібімен айналысуға бел буған бұл кісі. Өткенде 1 квадрат алған, қазір 2 квадрат алып отыр. 3 квадрат болды. Енді тағы бір 2 квадратқа жайын дайындап отыр. Яғни 20 квадрат дайындап отыр. Общий сонда 5 квадрат алады. Айтамын ғой, шылаушының қазір ең үлкен суммасы жақсы валюта болып тұр деп ше. Осында таблетка баллондар алдым бұл кісіден. Таблетка баллондарды алдым. Шылаушын берем орнына. Бұл кісі баллон береді. Ол неге десеңіздер, ташкеге. Ташке істеп аламыз. Сол таблетка баллоннан. Мына жерде пробега 115 мың, 120 мың Opel'де тұр ғой, кесіліп келген. Кесіп тастаған бай ұқсады. Оба, мұның пробегі 200 мың екен. Мұны осылай Бақыт адам алдыңғы видеосын қосам қазір. Мұны осы жерге жайғамыз. Біз қазір жақсы. Жерсініп, өздерін жақсы сезініп жүр. Жаңа жерді ашып көрді бәйген. Мұны шылаушындар. Мұны Кокондары болған деген сөз, ол жағдай жақсы деген сөз ғой. Мына жерде жағдайлар жақсы да. Көрді мұны. Қазір тастағанымды қанша болды? Бір 2 апта болмады әлі. 2 апта болды ма әлі. Сол жауап болды мұны. Алла берекесін берсін. Әкем уақыттан ұтылмайын деп тағы да 2 квадрат қосып отыр жанына. Ертең қоя қалсам төбесіне перетек қып көлеңке тартып тастайды. Негізі 10 квадрат тұғым, кейін қалың болды да, сонымен бері жайыңыз дедім. Сөйтіп бұған қосымша тағы 2 қап қосайын деп тұрмын ше. И мына жақтан бәкең жай дайындаған 9 квадраттан. Бұларға 4 қаптан тастап отыр. Міне. Осылай жіктер сиырдың көңін дайындаған. Алла берекесін берсін. Ассаламу алейкум. Видеоның соңына дейін көріп тұрсаңыз, сізге Алла тағалам разы болсын. Біздің каналымызға лайк басып, пікір жазып,
қолдап жатқандарыңызға баршаңызға рахмет. Осы темптан қайтпаңыздар. Бауырлар, осы кәсіпті қызығып жүрсеңіз, осы кәсіппен ауырып жүрсеңіз, көптен бері уақыттан жоғалтпай, уақыттан ұтылмай ертерек бастап кетуге сіздерге кеңес береміз. Қазақстанның қай өңірінен болсаңыз да, сіздерге шылаушымды доставка етеміз. Доставкасын өздеріңіз төлейсіздер. Мен негізі базарда осындай телефонның аксессуарын сатам. Байқап қарап тұрсаңыздар. Осы аксессуар дүкенге қосымша кәсіп ретінде мен осы шылаушының бизнесімен айналысып жатырмын. Сондықтан қандай кәсіппен айналыссаңыз да, осы кәсіпті қосымша ретінде айналыссаңыздар болады. Баршаңызға рахмет. Қолдауларыңызды аямаңыздар. Каналға тіркеліп, осы ауыл шаруашылығына, егін шаруашылығына жақын болып жүрген бауырларымызға біздің видеоларымызды WhatsApp-тан, басқа жерлерден таратуға үлес қосыңыздар. Баршаңызға рахмет.